Енді мен сізге бір мынандай қызық сұрақ қояйын деп тұрмын. Сұрақ қоямын десеңіз қорқатын болдым. Сұрақтан кейде қорқуға да болады, бірақ сұрақ бір жағынан адамды қызықтырады, адамды дамытады, адамға ой салады, қанша дегенмен де. Сіз жауап бере алмайтын сұрақ бар ма? Мүмкін өзіңізге қойып жүрсіз, мүмкін кейде біреулер қойып қалған, бірақ сіз жауабын тапқан жоқсыз ол сұрақ. Сондай бар ма? Жауап бере алмайтын сұрақ дейсіз ба? Білмеймін, мен біреу менен ақыл сұраса, бірдеңе сұраса, мен басқа жерде айтпаймын. Мен өзім сол ситуацияда мен не істей аламын деген сұраққа өзіме жауап беремін да. Содан осылай жауабым осылай шығады. Мен былай жасар едім. Бірақ ол енді менің ойым, өзің көр деген сияқты. Айтады ғой, біреуге ақыл берме. Енді тек өзіңнің неңді ғана айт дейді. Жүрген жолыңды ғана айт, немесе өзіңнің тәжірибеңді ғана айт деп. Бастан өткен. Бір жауап бере алмайтын сұрақ дегенге көп нәрсе жауап бере алмаймын мен негізі. Мен миымды артық нәрсеге салғым келмейді. Мен политикаға, саясатқа, мен тағы неме бір басқа керек па өзіме алам. Керек емес па, мен артық нәрсеге уже басымды ауыртқым келмейді. Мен бәрін білгіш болып кеткім келмейді. Мен даже дұрыс сөйлесем де, дұрыс сөйлеспесем де, мен оған қатты мән беретін адам емеспін. Түрмеде қатты, мысалы, әдем болып тұрған жоқпын ба, қатты мән беретін. Егер сен әр нәрсеге мән беретін болсаң, сен сол нәрсенің ортасында, айналасында қалып қаласың да. Өзіңе керек па? Ол осы нәрсені зерттеп ал. Яғни керегі жоқ ақпарат, қайдағы саясат, қазір көп адамдар біз бәрін білгішпіз, саясатта да ақыл айтамыз, бизнесте де ақыл айтамыз, мәдениетте де ақыл айтамыз. Сондай болып кеткенбіз ғой шын айтқанда. Сіз айтасыз, нақты өзіме не керек, сол мәселелерді білем, сол сұрақтарды жауап іздеймін, сонымен ғана жүремін деп отырсыз, иә?